киіз басу өнері қашан шықты? Археологтар ең көне киіз бұйымдар және кілем мынау пазырық құрғандардан тапты. Демек, бұл біздің өнеріміздің жасы кемінде 4000 жыл. Ал дәстүрлі қоғамда әрбір өнер, әрбір қол өнердің өзінің бір пірлері болады, мифологиясы болады, идеологиясы болады, шеберлердің өзінің бір ұстанымдары болады. Сонда киіз басудың технология қазір біледі адамдар, шеберлер. Ал мынау осындай мифология жағын айтпаймыз, білмейміз, там кемпірдің жағын байладым деген басқа ырым көрмедім еш әдебиетте. Соны осы 2 жыл бұрын Маңғыстаудағы Шетпе кентінде Күміс Қосбай дейтін шебер апайымыз біраз нәрсе әңгімелеген ғой. Содан ары қарай мен бұл мәселені зерттедім. Калам Глобалда жаңадан мақалам шықты, соны оқыңыз.